Ассалаумағалейкум достарым, дұрыс болар соткаңды алып қосқаның. Бісміллах деп көрейін, жырлап аздап берейін, 30 жылда не болғанын терейін. Егеменді елміз деп, өзгелермен теңбіз деп, жүріп біз ғой аңғал болып кеңбіз деп. Егеменді елміз деп, өзгелермен теңбіз деп, жүріп біз ғой аңғал болып кеңбіз деп. 80-ші жылдар соңы кезеді, ел басқарған Қонаевтың өзі еді. Алдыға салып жастарды бір айғай шу басталды, талай таяқ төбемізден тасталды. Орыс Колбин кетсін деп, бір қазағым жетсін деп, елге адал қызметін етсін деп. Сөйтіп Димаш атамыз да шаталған, бір сатқындық ол кісіге жасалған. Бір қу жігіт болыпты, Горбачевпен жолықты, президент боп кейін таққа қоныпты. Жақсы жұмыс бастапты, жинап барлық жақсатты, кейіннен сол бүкіл елді шаршатты. Байқылам деп елді алдыға ұмтылып, сөйлеуші ол ел алдында жыртылып. Жеңгеме ағам сай болды, сөзінің бәрі жай болды, ел кедей боп тек өздері бай болды. Дамыған елге жетті деп, ұрлап бәрі кетті деп, құлақтан жүрді 30 жылдай тепкілеп. 2000-ші жылдарға да кез келді, келеді ағам ертіп өтірік сөз келді. Тағы бір қулық табады, газет журналды жабады, тік айтқан жанға алартып көзін қарады. Қарсы келгенді жығады, мойындар мықтап бұрады, елім деп шыққан жанды түрмеге тығады. Осылайша монархия басталды, 30 жылдай осағам ел басқарды. Зомби қылып жастарды, сөйлесең қарсы шашталды, елге бүлік салып ісі ластанды. Күнде бәрі қымбаттап, кеттелімізді нұр қаптап, кей сатқындар сол шалды әлі жүр мақтап. 2019 жыл еді, табылғандай болды жанның бір емін. 80 жасқа жеттім деп, аяқ асты кеттім деп, біраз қызмет еліме адал еттім деп. Қуантты солай халықты, себебі халқы жалықты, бәрі де бірақ бұрынғыша қалыпты. Таза сайлау жасаймыз деп кірісті, бастап кетті бұл ел тағы бір істі. Қосанов деген жетті кеп, айғырдай жерді тепкілеп, халыққа демі әтірден молынан сепкілеп. Керемет бәрін қылам деп, жемқор билікті қуам деп, халыққа қарсы шыққанды отсан ұран деп. Уақытша елге президент болған Тоқаев, оны дәнге қалдырмай енді қосайық. Бір нүктеге тік қарап, оқиды сөзді жаралап, қайтейін оны сөзгенен босқа қаралап. Келе салып жарып арысты, ел жулап босып жарысты, осылай жаңа басшымен халқы танысты. Қосанов кетті рөлін сомдап аяқтап, қолдаған жандар сөгеді оны таяққап. Тоқаев жеңді соңында, билік жоқ бірақ қолында, Нұрсұлтан деген бір жалтыр оның жолында. Келесап елді күлдірді, кім екенін білдірді, Астананы Нұрсұлтан қып бүлдірді. Дариға деген тағы бір ару бар еді, Нұрсұлтанға ең жақын ол бір жан еді. Ел басқарам деп ұрынып, қайта бұрылып, қатын бастаған Көшенбайды ғой құрыдық. Томиристей болан деп, тақ қодырсам оңан деп, ойлап жүрген тоқтамайық оған кеп. Әблязов деген бір құбыжық бар еді, оқсаң енді бағдарламасы әдемі.
эфирден күнде сайрады, шыбықпен бәрін айдады, оятып елді жігерлеп қайта қайрады. Назарбаевтың былығын, Дариғаның қылығын, ақтарды елге лайлап шалдың тұнығын. Басыма пәле болар деп шал Мұхтарды, түрмеге де бір жылдар ол тыққанды. Алып қояр деп тағымды, шайтанға еріп бағынды, 80-ге келіп осырақ шалын қағынды. Өлімнен жанын шаққалып, баршындықты айтып ақтарып, әлем алдында Мұхтарың шықты ақталып. Микрокредит берді, ал 2 сиыр сатып алды, өзің асыра. Шалдың соңғы болды ойлап тапқаны, елімнің болды 2 сиыр баққаны. Қытайға ашып қақпаны, қазаққа есікті жапқаны, мұнай мен алтын жер болды оның сатқаны. Өз халқы болды атқаны, тіл болды кесіп шапқаны, жылаумен атты халықтың солай ақтаңы. ТВК деген 3 әріптен болдық қорқатын, дауыстап айтсам артыңнан мен тір жортатын. Көк шарды ұстап жарады, көк жылау тауып қамады, көк түсті көрсе өштерін көктен алады. Көк жалау көкте желбіреп, жүрегім кейде елжіреп, іздеймін елден жігітті батыр ер жүрек. Біздің де талға торғайлар әлі қонады, адам деген өмірдің бұл қонағы. Бұларда ертең кетеді, қан болып жеңмен етегі, бізге де адал бір басшы келіп жетеді. Ау жігіттер шығайық, жата бермей тұрайық, жігіттікке бұғып жату шынайық. Ау жігіттер шығайық, сатқындарды қуайық, ел болудың бір амалын қылайық. Ел болудың бір амалын қылайық. Кейіннен сол бүкіл елді шаршатты, байқылам деп елді алдыға ұмтылып, сөйлеуші дол ел алдында жыртылып. Жеңгеме ағам сай болды, сөзінің бәрі жай болды, ел кедей боп тек өздері бай болды. Дамыған елге жетті деп, ұрлап бәрі кетті деп, құлақтан жүрді 30 жылдай тепкілеп. 2000-ші жылдарға да кез келді, келеді ағам ертіп өтірік сөз келді. Тағы бір қулық табады, газет журналды жабады, тік айтқан жанға алартып көзін қарады. Қарсы келгенді жығады, мойындар мықтап бұрады, елім деп шыққан жанды түрмеге тығады. Осылайша монархия басталды, 30 жылдай осағам ел басқарды. Зомби қылып жастарды, сөйлесең қарсы шашталды, елге бүлік салып ісі ластанды. Күнде бәрі қымбаттап, кеттелімізді нұр қаптап, кей сатқындар сол шалды әлі жүр мақтап. 2019 жыл еді, табылғандай болды жанның бір емін. 80 жасқа жеттім деп, аяқ асты кеттім деп, біраз қызмет еліме адал еттім деп. Қуанты солай халықты, себебі халқы жалықты, бәрі де бірақ бұрынғыша қалыпты. Таза сайлау жасаймыз деп кірісті, бастап кетті бұл ел тағы бір істі. Қосанов деген жетті кеп, айғырдай жерді тепкілеп, халыққа демі әтірден молынан сепкілеп. Керемет бәрін қылам деп, жемқор билікті қуам деп, халыққа қарсы шыққанды отсан ұран деп. Уақытша елге президент болған Тоқаев, оны дәнге қалдырмай енді қосайық. Бір нүкте кеттік қарабап, оқиды сөзді жаралап, қайтейін оны сөзгенен босқа қаралап. Келе салып жарып арысты, ел жулап қосып жарысты, осылай жаңа басшымен халқы танысты. Қосанов кетті рөлін сомдап аяқтап,
қолдаған жандар сөгеді оны таяққа. Тоқаев жеңді соңында, билік жоқ бірақ қолында, Нұрсұлтан деген бір жалтыр оның жолында. Келесап елді күлдірді, кім екенін білдірді, Астананы Нұрсұлтан қып бүлдірді. Дариға деген тағы бір ару бар еді, Нұрсұлтанға ең жақын ол бір жан еді. Ел басқарам деп ұрынып, қайта бұрылып, қатын бастаған Көшенбайды ғой құрыдық. Томиристей болан деп, тақ қодырсам оңан деп, ойлап жүрген тоқтамайық оған кеп. Әблязов деген бір құбыжық бар еді, оқсаң енді бағдарламасы әдемі. Эфирден күнде сайрады, шыбықпен бәрін айдады, оятып елді жігерлеп қайта қайрады. Назарбаевтың былығын, Дариғаның қылығын, ақтарды елге лайлап шалдың тұнығын. Басыма пәле болар деп шал Мұхтарды, түрмеге де бір жылдар ол тыққанды. Алып қояр деп тағынды, шайтанға еріп бағынды, 80-ге келіп осырақ шалын қағынды. Өлімнен жанын шаққалып, бар шындықты айтып ақтарып, әлем алдында Мұхтарың шықты ақталып. Жоққа микрокредит берді, ал 2 сиыр сатып алды, өзіңді асыра. Шалдың соңғы болды ойлап тапқаны, елімнің болды 2 сиыр баққаны. Қытайға ашып қақпаны, қазаққа есікті жапқаны, мұнай мен алтын жер болды оның сатқаны. Өз халқы болды атқаны, тіл болды кесіп шапқаны, жылаумен атты халықтың солай ақтаңы. ТВК деген 3 әріптен болдық қорқатын, дауыстап айтсам артыңнан мен тір жортатын. Көк шарды ұстап жарады, көк жылау тауып қамады, көк түсті көрсе өштерін көктен алады. Көк жалау көкте желбіреп, жүрегім кейде елжіреп, іздеймін елден жігітті батыр ер жүрек. Біздің де талға торғайлар әлі қонады, адам деген өмірдің бұл қонағы. Бұларда ертең кетеді, қан болып жеңмен етегі, бізге де адал бір басшы келіп жетеді. Ау жігіттер шығайық, жата бермей тұрайық, жігіттікке бұғып жату шынайық. Ау жігіттер шығайық, сатқындарды қуайық, ел болудың бір амалын қылайық. Ел болудың бір амалын қылайық.